Сәлем достар, сіздермен бірге жер каналы. Сіздермен көріспегелі бір айдан да асып кетіпті. Енді біз видеомызды жиі салып тұрамыз. Сондықтан бізге мотивация беріп, лайк басып, арнамызға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал біз өз видеомызды бастаймыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз адыраспан және де оның пайдасы мен зияны және де көптеген мағлұмат адыраспан туралы айтатын боламыз. Ал біз өз видеомызды бастаймыз. Адыраспан түйе табандар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Bir түрі шөл-шөлейтті сортаңды жерлерде, әсіресе Шу, Іле, Сырдария, Сарысу өзендерінің бойындағы тақырланған жайылымдарда өседі. Оның сабағы бұтақты, салалы тамыры 10 метр тереңдікке жетеді. Гүлі ақ-сары түсті. Мамыр-шілде айларында гүлдейді. Адыраспан қандай ауруларға ем деген сұраққа тоқталсақ, адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатқа пайдаланады. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әли ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама аурулары ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмеде залалсыздандырады. Бұл туралы ғылымдар не дейді? Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екені анықталған. Ол антидепрессант. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрофлоридті туберкулез қоздырғыштары қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ ол сал ауруы мен Паркинсонды емдеуге қолданады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуге оң әсерін береді. Адыраспандағы дезоксирибогеннің гидрофлоридті іш жүргізетін дәрі ретінде қолданылады. Бұдан бөлек нефралгия, миопия және басқа жүйке ауруларын емдеуге қолданылады. Шөптің құрамындағы пеганидин микробтарға қарсы күресуге мүмкіндік береді. Және де бір қызықты сұраққа тоқталып кетсек, адыраспан үйді жын-шайтаннан тазарта ма деген сұраққа тоқталып кетсек, бұл шөпті қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан халық арасында оны бәле-жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерге кереге басына іліп қояды. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын-шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын-шайтандарды тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып тұтатып үйді аластайтын болған. Және де оны у ретінде қолданған. Бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланған көрінеді. Олар оны жалануының ұлтарағының жаққан. Бірнеше күннен соң адам өлген. Ұлт азаттық қозғалысы қолбасшысы Батыр Шешен Сырымдатұлын адыраспанмен улады деген дерек бар. Батырдың үзеңгісіне осы уды жаққан. Сырымдатұлы у табаны арқылы жұққанын білген кезде жанындағылар аяғын тізесіне дейін шауып тастауға сұрапты. Бірақ Батырдың аяғының шабуға ешкімнің батылы бармаған. Салдарынан отарлау саясатына қарсы күрескен қолбасшы қаза тапқан. Сонымен достар, егер де бұл видео қызық болса, лайк басып, және де арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жел каналы, бәріңізге бақыт, сау, сәлемет тілеймін.